Міне қыздар, құрт қайнатып жатырмын, тәтті құрт. Мынау шекер, алдымен шекерді осылай қазанға ыстып қыздырып ертіп аламыз, осылай қызарғанша. Құрттың түсі де әдемі болады. Шекерді алдымен қызартып алсаңыздар. Міне қыздар, шортс видеомнан көрген қыздар бірінші рет сұрап жатыр, аяғını басынан аяғына дейін түсіріп көрсетіңізші қалай жасалады деп. Мынау қайнаған құрт. Мен айтудан жалықпаймын. Обраттан, сепаратордан өткеннен кейін обрат сүтті 3-4 күнге ұюға, қазір жылы ғой, күн тез ұйыт, қойып қоясыздар. Кейін астындағы жаңағыдай көк суын төгіп тұрасыздар, үстіне келесі тартқан сепаратордан өткен обрат сүтті құйып, осылай бір 4-5 күнде ұйытып, әбден ашытып аласыздар. Сосын сүзіп қоясыздар 1-2 күнге. Содан кейін осылай қайнаған құрт жасауға уже келеді. Өстіп қазанға қайната бересіздер. Енді сүзбе көп болса, әрине осындай үлкен қазанға қайнатқан жақсырақ. Андай шағын болса, үйде де қайнатуға болады. Сүзбелеріңіз аздау болса. Неке. Қыздар, міне сіздер бірінші сүзбені салған кезде оты астындағы қатты болмау керек, күйіп кетеді, орташа болу керек. Сосын сүзбені салғаннан кейін сразу сіздерде кәдімгідей көк су бөлініп шықса, ол уже сіздерде құрт дұрыс сүзілмеген сүзбе, ежеге болып кетеді, бірікпейтін. Ал егерде міне осындай болып шықса, ол значит жаңа сүзбе нормально жақсы сорыққан, жақсы сүзілген деген сөз. Құртты жасағанда да бірігеді. Мінеке қыздар дайын болып қалды. Енді бір 4-5 минутта үстейін. Осылай жасағанда ақпау керек қой. Тұру керек өстіп, қоюланып. Суығанша әлі не істейді бұл да? Қоюланады. Мінекей құрт дайын болды. Енді өз қалауыңызша формаларын әртүрлі қылып жасауға болады. Қыздар, осы қайнатылған құрттан бөлек менің YouTube каналымда ірімшіктің, май құрттың, ащы құрттың және қаймақты қалай былғаймыз, майды қалай шығарамыз, соның барлығы бар. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.